бара жатыр деп ойлайсыздар? Біз Диснейлендқа барадық. Аэропортқа барадық, короче. Иә. Бүгін қыздарың кетіп барадыр. Еще бір айға. Иә, айтпақшы, бір айға кетіп баратырмын, көбісі айтып отыр, Әлішер ағам, тастап қайда кетіп баратсыз, неге деп, соншама уақытқа деп. Енді Әлішерде жұмыс көп, заказдары өте көп қазір таңда. Твай. Сол тойға ақша жинау керек деген сияқты. Құдай қаласа, енді үйленгеннен кейін официально бірге бара жатармыз ол жаққа. Ол жаным мені шығарып салмақшы. Енді негізі ойлағанбыз, үлгермей қалма тойына деп, сонымен Әлішер үлгерем деп алып кетті. Сол, маған подписан болыңыздар. Мен постоянно сторис салып тұрамын, Корея туралы білгілеріңіз келсе, енді барынша салуға тырысам. Сол, в общем, аман есен барып кел енді, не істейміз? Күшті киініпті өзі сол арада. Иә, короче, сондай. Короче, бір айға кетіп бара жатыр. Бір ай аягөзде замена жасайтын қыздар бар ма? Өзім шарт жылайын дедім, машинам кір бешара жуылмаған. Сол, багаж бәрі дайын. Қимайды келсін, екеуміз бір жыл, иә? Бірге жүргенбіз ғой. Вообще үзілмей ше. И бір айға кетіп баратыр. Иманы бір түрлі отырмын, короче. Жарайды енді. Менде жұмыс, работаем, тойға ақша жинаймыз. Все. Сен Әлішерге деп қоймайды. Ау? Әлішерге қарап жүрміз. Есінше бір ай болсын. Шан, жөнім қолжың ғой. Все, давайте. Аман болыңдар. Әсем сұрақ кетсе, Әсем косметик таңдап жүр. Қайда? Не болды? Сарығым, әнім, сәнім, красоткам менің. Не болды? Боянба. Қараш, достар, боянбаса өтте әдемі. Короче, полный косметичкам жоғалтып алғам. Полный косметикам. Будет жалко, я. Бізде екі таңдап отыржан. Либо Ақтау, либо Бішкек. Куда хотите? Искульге хочу. Искуль? Да. Байке, чон рахмат. Или Ақтауға барайық. Зәт? Маша? Любой тілмен сөйлейміз, короче. Любой елде айтып беремін. Бүгін қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Біз лагерге шықтық. За рулем Диана. Мен бердім за руль, қазір ғана осып қалдық екенбіз. Да қалаға жүр, мен айдайым, қалада уже Диана айдайды. Қазір трассада қайдалар мен алам. Шүкір, машина жақсы айдайтын болған. Сол, қазір лагерге шықтық, қазір қалған продуктыларды аламыз. Каринаға уже продукттың бәрін, заттарын бәрін алып қойдым. Енді құдай қаласа тек қана өзімізге продукт аламыз да, и уже лагерге жол тартамыз. Шүкір, бәрі жақсы. 2 күн сторис істей алмадым, өйткені бір себептер болды, тірліктер болды. Сонымен жүгіріп жүрдім, негізі Каринаға заттар алып, мыняқа. Содан кейін сториске шықпадым. Құдай қаласа, бүгін воскресенье сториске шықтым. Жатыр. Короче, ертең съемка болады. Ойымда қаншама күннен бері жүрген нәрсені қыздармен жасайын деп жатыр. Қазір образдар қарап жатырмыз. Ары бері жүріп жатыр қазір. Киім деп басымызға не видеографқа, не студияға жазылмағанбыз. Бұйыртса бекстейдждерді көресіздер ғой. Она, знаешь, сейчас 17 тысяч. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмаған шығарымна образды іздеп өте қатты қиналдық шындығына келгенде. Кеттік аяқ асты. Образ таппай. Бүгіндікке барлығымыз нерв болдық. Белі қайыры солай болу керек болып отқан шығар. Иә, күшті шығады деп ойлаймын, сол. Бұйыртса көресіздер. Привет. Бүгін Айбек, Емнолек үшеуміз киноға келдік. Ужастик көргіміз келіп, онымен көп ужастиктер түнгі сағат 12 жарымда екен. Қазір Қырғыз халқының Қарадуа деген киносы шықты. Короче, соған кірейін деп жатырмын. Если что, и үйде игра в кальмаре 3-ші сезон шықты. Кім көрген жоқ. Соны бітірсақ бізге ұнады өзімізге. Қазір Қарадуа деген киноға кіреміз. Кстати, өзім айтып қояйын деп шештім. Біз гиф ұйымдастырып жатырмыз, Айбек екеуміз. И подписки бөлімінде менің 120 оқырманы бар. Сол жаққа тіркеліп бастай беріңіздер. Мен анау басқа гифтер сияқты қаттықпен өйтпеймін. Өзім шын ниетпен, шынымен
кейбір жандарды қуантқым келіп тұр, кредиттерін жауып беріп, плюс бір апта бойы өзім ақша ойнатсам ба деп тұрмын. Оған өзім дәлел болатын боламын. Бұйырса қырғын отчет бәрін салып отырамын, сондықтан дайын болыңыздар. Кинодан шықтық, мына кісілер жүр. Честно, кино қатты шуге тұр. Кино бізге қатты өтпеді. Идем домой. Привет, қалайсыздар? Бүгін күйеуім екеуміз кішкене жаймен барахолка етіп шыққанымыз бар. Комнатқа перестановка жасап, кішігірім өзімізге ремонт жасап алайық деп. Солай. Ойбай, адам жанын алдың ғой, я. Жақсы. Карина қайда? Бір кадр болады, уже надо уже кадр ауысып тұрсын. Бір кадр болсын, потому что біз енді жүріп келе жатқанда потом наяқтан алады. Тамында. Там қол қалай готовый? Готовый? Қолды қалай қойып тұрсыңдар? Мына болды? Мынау былай? Все. Қыздар мақтанғым кетіп тұр мына жақта. Бұдан да алтындарым көп, бірақ именно Нұрекеңнің берген. Осы алтындарына тоқталайын деп тұр. Мына бір әдемі Дорика дейді ғой. Қазір трендта ғой. Трендтан кетпейді өзі. Өте әдемі. Бұны маған 2022-де берген Нұрекең. Әдемі, 8 мартта берген. Одан телефон, анау сыйлықтар. Мына цепочканы кімнің есінде маған 8 мартта берген Нұрекең. Бұл Versace-дікі. Қазір трендта болып жатыр. Жалпы өте әдемі. Маған қатты ұнап жүрген болатын. Өзім алсам ба деп жүрген едім. Осының набор ретінде маған осы туған күнімде міне браслетін берді, қараңыздар. Бұл бір 4 граммдай шығады, 3,5 грамм екен. Анау бізде бір 12-11 граммдай болған есімде. Шүкір Алла, Нұрекеңге мың алғыс. Жаным. Ал мына алтын кімнің есінде? Мына кулонды тоже Нұрекең берген. Айлан босанып келген кезде қараңыздар. Әдемі. Бұл қызыл алтын. Бұл цепочка мен ағашларым берген. Соған сай етіп кулончик Нұрекең берген. Мына жолты алтын. Қараңыздар, сары алтын мен қызыл алтын айырмашылығы. Менде негізі көп алтын, бірақ менде айырмашылықпен тағам. Мысалы қызылдармен бөлек тағам, сарыларды бөлек тағам деген сияқты.